2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан тағы да бір одаққа мүше болады. Ол Еуразиялық экономикалық одақ. Алдағы айда оған ену жөніндегі келісімге Астанада қол қойылмақ. Кедендік одақ және біртұтас экономикалық кеңістіктен кейін осы одаққа бірігудің қандай мәні, нендей әлеуеті бар? Индира Жылқайдарова әңгімелеп береді. Бүкіл әлем елдері интеграцияны даму көзі ретінде қарастырып отыр. Еуроодақтың өзі осыған дәлел. Еуропа елдері кеден одағына 11 жыл, ортақ ішкі нарық құруға 34 жыл, ал экономикалық валюталық одақ жасауға 43 жыл уақыттарын сарп еткен. Мамандардың пікірінше Қазақстан, Ресей, Беларусь бұл жолда шапшаңырақ. Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтан кедендік одаққа 11 жыл, ал біртұтас экономикалық кеңістікке 12 жыл жұмсалған. Міне 2 жыл өтпей 3 ел нарық есігін бір-біріне айқара ашпақшы. Свобода движения товаров. Қозғалыс, тауар, капитал, жұмыс күші мен қызмет көрсету салаларына басымдық бермекшіміз. Біз кедендік одақта шеше алмаған мұнай, газ, алкогольдік және фармацевтикалық тауарлар саласында белгілі проблемаларды шешеміз. Қазақстанның кедендік одаққа мүше елдермен 5 жыл ішіндегі тауар айналымы 88%-ға өскен. Өзара сауда саттық 2010 жылы 18,8 миллиард ақш долларын құраса, 2011 жылы 23 миллиардқа жеткен. 2012 жылы 23,8 миллиард теңгеге дейін көтерілсе, былтыр 24 миллиард доллардан асқан. Создание более крупного. Ірі нарыққа ұмтылу біздің көздегеніміз. 170 миллион адамды қамтитын нарыққа өту. Мәселен, қазір Қазақстанның мемлекеттік сатып алу саласындағы нарығы 7,15 миллиард долларды ғана құраса, Ресейдікі 200 миллиардқа жетеді. 26 есе көп. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев интеграциялық одақтың мемлекеттің біртұтастығына еш әсер етпейтінін, тек қана экономикалық одақ болатынын бірнеше мәрте қайталап келеді. Жақындағы Қазақстан халқы ассамблеясының 21-ші сессиясында да осыны қадап түсіндірді халыққа. Бүкіл адамзат глобализация жолымен дамып жатыр. Оған қарсы тұру емес, оның ішіне енуіміз керек. Етек жеңді қымтап, есік терезені тарс жауып, отыру дамуды тежейді, әлем көшінің соңына қалдырады. Одақтың бір ғана мақсаты бар, нарық кеңейіп, онан келер пайда ұлғая түсуі тиіс. Интеграциядан мемлекет егемендігін жоғалтқан емес, дейді үкімет мүшелері. Интеграция күл әлемде жүріп жатыр. Одан тәуелсіздік жоғалған емес. Сауда жасап дамып жатыр. Біздің кеңістікте де интеграция артық емес. Қара алтын, көгілдір отын, машина жасау, инфрақұрылым, инновация, ғылыми технология, барлық салаларда алыс беріс еселене түсетіні даусыз. Тіпті құрылыс салуда да одақтан үйренеріміз көп екен. Беларусь Республикасында біз үй құрылыс комбинаттары туралы солармен қарым-қатынастамыз. Олардың тәжірибелік методикасын үйрену. Яғни көрші мемлекеттерде қандай озық технология бар, қандай инновация бар, қандай материалдар бар, соны үйреніп өзіміздің немізді үй құрылыс комбинаттарымызды салу арқылы, яғни типтік жобалар арқылы. Өзара импорт-экспорт нәтижесінде үш елдің де ішкі жалпы өнімі нығая түседі деген сенім бар. Еуразиялық одақ әубасынақ бір-бірінің ішкі ісіне араласпай, шекараларына қол сұқпай құрметтеу негізінде құрылмақ, деді елбасы. Біз дамыған елдердің шаңын жұтуға емес, көшін бастауға ұмтылған елміз. Байбаламға салып, балақтан тартпай, байыппен ойлап, байсалды әрекет етсек жарасады бүгін. Интеграция ел тәуелсіздігіне ешбір қауіп төндірмейді. Керісінше нығайта түседі. Тіпті Ресей президенті Владимир Путиннің өзі интеграция жайлы алып қашпа сөздерді сейілткендей. Ресейлік басылымға берген сұхбатында қайтадан КСРО құру туралы идея мүлде жоқ дейді. Олай болса ел мүддесі шет қалмай ескерілетін ерікті интеграциядан елеулі табыс күтеді халқымыз. Индира Жылқайдарова, Артем Злобин, Болат Қаманов, 7-ші арна.